Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем екендігі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, видеомызға назар аударыңыз. Құрметті достар, каналымызды осы айдың аяғына дейін 20 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа және инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Және де терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияздың қабығы қалай емдейді? Жүрекке қатысты жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына өз септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан. Асқазан және ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Пияз қабығы қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Сонымен қатар, пияз қабығы инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа болып табылады. Сонымен қатар, қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Пияз қабығын қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. Оның дайындалу әдісі мынадай. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді. Сіңірдің
тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар, бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларыңыз тазаланатын болады. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін бір ас қасық ұнтақталған қабықты бір стақан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қоясыз. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақбақ, яғни одуванчик тамырын және жарты ас қасық мыңжапырақ, яғни тысячелетник шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Тамағыңыз жиі ауыратын болса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайсаңыз, тамағыңыз тез арада жазылады. Ал егер де тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық бумен дем алыңыз. Сонда тұмауыңыз тез арада жазылуына себепші болады. Жөтел мазалап жүрсе, 2 стақан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стақанның 4-тен 1-ін тұтыныңыз. Бүйрек ауырған жағдайда тағы да пияз қабығымен бір рецепт бар. Егер де бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стақан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып тұрса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алған кезде 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 реттен тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшыдан ішіңіз. Және де мынадай тәсіл бар: 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стақанның 4-тен 1-ін 7-10 күн ішіңіз. 1 апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Мақала танысу сипатына ие, кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыздар.